Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып бала және ақша, бала тәрбиесіндегі ақша мәселесі. Көпшілігіңізді қызықтырады деп ойлаймын. Өйткені жалпы ақша мәселесі көбімізді, барлығымызды қызықтырады ғой. Ал мына балаға қатысты мәселеде бұл өте қызықты тақырып. Менің бұл эфирді жасап жатқан, сіздерге сыйлыққа беріп жатқан мақсатым біріншіден бұл осы бала тәрбиесіндегі ақша мәселесін сіздерге барынша қазіргі қолымдағы бар ақпараттарды сіздермен бөлісу, осы мәселе бойынша мақсатым. Және екінші бұл сіздердің сәл де болсын, кішкене де болсын осы ойыңызды, ақша туралы ойыңызды, баламен қарым-қатынас туралы ойыңызды жөндеу болып табылады. Менің бүгінгі эфирдегі мақсатым. Білесіздер, адамның ойы бұл ең үлкен оның кедергісі. Шындап келгенде бұл әлемде сіздің ойыңыздан басқа, сенің басыңдағы ойыңнан басқа сенің ешқандай кедергі жоқ. Барлық кезде де адам тек қана өзінің ойына барып тіреледі екен. Сондықтан да өз ойларыңызды саралап отыру, өзгертіп отыру, қайта-қайта жаңартып отыру бұл өте үлкен жақсы жұмыс, өте маңызды жұмыс. Өйткені сіздің ойыңыз өзгерген кезде, сенің басыңдағы ойың, шектейтін ойларың өзгерген кезде, сен өмірдегі мүмкіндіктерді көре бастайсың. Сондықтан да менің бұл эфирді жүргізудегі екінші мақсатым сәл де болсын, кішкентай да болсын сіздің ойыңызды, ақшаға қатысты ойыңызды жөндеу болып табылады. 783 қыз жиналды, бастай берейік, үлгергенше көріп қалар, Үлгермесеңіздер сақталған эфирден көрерсіздер. Мен негізі бала тәрбиесі бойынша маман емеспін. Баланы сұмдық тәрбиелеймін деп те айта алмаймын. Әр адамның баланы тәрбиелеуі бұл тәжірибе ғой, опыт. Осыған дейін енді мен бірінші рет өмір сүріп жатырмын. Бұған дейін қалай? Енді баланы точно тәрбиелеу инструкциясы жоқ, бірақ қазіргі қоғамда, мына медиа қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Өзгерістер өте көп. Осы өзгерістерге сай баламен дұрыс қарым-қатынас құру және оның ішінде баланың ақшамен қарым-қатынасын реттеу өте маңызды. Негізі мен бала тәрбиесі деген ұғымды, жалпы менің ойым бойынша, бала тәрбиесі деген ұғымды мен алып тастайтын едім. Неге? Өйткені баланы тәрбиелеймін деп көпшілік не істейді? Баланың құқығын, оның жеке шекарасын бұзып жатады. Ол жаңағыдай чрезмерно баланы тәрбиелеу керек деп ұрсу, оны унижать ету, оны салыстыру басқа балалармен, осындай іс-әрекеттер арқылы біз баланың жеке шекарасын асып және құқығын таптайды екенбіз. Сондықтан да бала тәрбиесі туралы ұғым көпшілік адамдарда дұрыс емес. Менің білетінім точно, бала әрқашанда әке-шешесін қайталайды. Әрқашанда бала үшін ең дұрыс модель бұл оның әке-шешесінің істейтін қылығы, сөйлейтін сөзі, көрсететін іс-әрекеттері ғана болып табылады. Сондықтан да бала тәрбиесі емес, ең маңызды нәрсе ол адамның өзін тәрбиелеу және де балаға ересек өмірге баланы дайындау процесі болып табылады. Балаға көмектесу, ересек өмірде өмір сүру үшін көмектесу. Қазіргі таңда мектептің өзінде баланы ересек өмірге дайындамайды. Тек қана определенный система бойынша білім ғана береді. Бірақ ертең мектеп бітірген бала ересек өмірге дайын ба, дайын емес пе, ол енді түгелдей ата-ананың мойнында жатқан нәрсе. Сондықтан да біздің ересек өмірдің бірден бір бөлігі, жалпы өмірдің бірден бір бөлігі бұл ақша болғандықтан, ақшаны қалай жарату, ақшамен қарым-қатынасты қалай құру мәселесін балаға үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Ақша адамның өмірінде маңызды мәселе. Оны не то, что балалар, үлкен адамдардың өзі кей кезде өзі қарым-қатынасты құра алмағандықтан балаға дұрыс тәрбие бере алмай жатады. Бұл ақшамен қарым-қатынас мәселесінде нюанстар өте көп. Бір эфирдің бойында сіздерге осы бүкіл нюанстарды, барлық нәрсені бүге-шүгесіне дейін айтып бере аламын деп айта алмаймын. Бірақ маңызды нәрселерді сіздерге айтып, бір ой салып өткім келеді. Мысалы,
сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен ақшамен қарым-қатынасты бірінші өзім жөндеп алайын, сосын мен балаға үйретемін деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ олай жасайтын болсаңыз, уақыт әрине өтіп кетеді. В итоге балаңыз ақпаратсыз қалады, бала деген күнде өсіп жатыр. Сондықтан да баланың ақшамен қарым-қатынасын жөндеу арқылы сіздер бүгінгі мынау қысқаша ғана эфирден өзіңіздің де ақшамен қарым-қатынас түзеуіңізге мүмкіндік болады. Өзіңіз де кішкене кейбір қателіктеріңізді мүмкін жөндеуіңізге мүмкіндік туатын шығар. Сондықтан да мұқият болуларыңызды сұраймын. Балаға қатысты кейбір нюанстарды айтып өтем. Егер өзіңізге қатысты ақша туралы ақпараттар керек болатын болса, онда 5-ші ақпан күні болатын менің сабағыма қатыссаңыз болады. Біз ата-ана ретінде балаға біріншіден жаңағыдай тәй-тәй басып үйретеміз, қолына қасық ұстап үйретеміз, жолдан өтуді үйретеміз, велосипед тебуді үйретеміз, киіміңді жинап, жаңағыдай үй тірлігі бойынша заттарды үйретеміз де, бірақ көп жағдайда ақшаны қалай жарату мәселесін үйретпейді екенбіз, ақшамен қарым-қатынас жайлы. Балаға бір нәрсені үйрету үшін әрине оның қолына сол нәрсені беру керек. Сіз қасықпен тамақ жеуді үйретуіңіз үшін оның қолына қасық бересіз ғой, немесе далада қар күреуді үйреткіңіз келсе, қолына күрек бересіз. Тура сол сияқты, егер сіз баланың ақшамен қарым-қатынасын түзегіңіз келсе, бала ертең қаржылай сауатты болуын қаласаңыз, ертеңгі күні өз ақшасын дұрыс жарата білуін қаласаңыз, онда әрине ақшамен қарым-қатынаста сіз оны былай бүйтіп әңгімемен, балам, ертең сенің ақшаң болғанда бүйтіп жаратпа, үйтіп жарат деп айтқаннан пайда жоқ. Баланың қолына ақша бермей, сіз оны ақшамен қарым-қатынасын түзей алмайсыз. Осы мәселеде айту керек, үлкен адам үшін ақшаның маңызы не, және кішкентай бала үшін ақшаның маңызы не. Осы жерде сол мәселенің байыбына бармағандықтан көп жағдайда конфликт болып жатады. Үлкен адам үшін ақша дегеніміз не? Үлкен адам үшін ақша дегеніміз ол еңбегінің ақысы, бір ай бойы істеген еңбегінің ақысы, ол сенің уақытың, ол сенің күш-қуатың, ол сенің барып келу жолың, ол сенің күнделікті жаңағы жұмыста алатын стрессің, шаршауың, соның ақысы ретінде сен ақша аласың. Ал бала үшін 5-6 жасқа дейінгі бала үшін ақша, ол кейбір балалар болмаса жалпылама келгенде 5-6 жасқа дейінгі бала үшін ақшаның мәні дымды, орысша айтқанда ничего не значит. Ешқандай маңызы жоқ. Ол түсінбейді оның не нәрсе екен. А вот 6-7 жастан бастап баланың ойында ақша туралы ойы мынандай. Ақша дегеніміз ол мама мен папаның қалтасында не кошелегінде жүретін нәрсе. Және ол нәрсеге дүкеннен бірдеңе алуға болады. Кейбір балалар ойлайды, ақша деген банкоматта өмір сүреді деп ойлайды. Өйткені көреді ғой, әке-шешесі банкоматтың ақша алғанын көрген кезде ойлайды, ананың ішіне карточка тықсаң, ол саған қалағанша ақша бере береді. Қай кезде ол түсінбейді, карточкада егер ақша жоқ болса, банкомат саған ақша бермейтінін түсінбейді. Ол ойлайды, ішіне карточка тықсаң болды, саған қалаған сомаңды миллион сұрасаң миллион, жаңа 500 сұрасаң 500 береді деп ойлайды. Мен бірде балам банкоматқа барған кезде, мама, сен неге 5000 теңге алып жатсың? Сразу 5 миллион ала салмайсың ба? Сол кезде күнде банкоматқа жүгірмейсің дегендей, сөйтіп ойлайды да, қалаған сомаңды кез келген кезде ала бересің деп ойлайды. Яғни бала ақшаның маңызын үлкен адамша түсінбейді. Сондықтан да баламен менің қалай еңбек етіп жүргенімді көріп жүрген жоқсың ғой, жұмыстан шаршап осы ақшаны тауып жүргенімді білмей жүрсің сен деп баланы ұрсып, оның ақшаның маңызы туралы түсінбегені жайлы ұрсып, ұрып, соғып, оның көңілін түсіруге болмайды. Бұл наоборот, баланың басында басқа установканың қалыптасуына алып келеді. Қандай установка? Ақша менің мамам мен папамның көңілін түсіретін нәрсе. Яғни оның болмағаны дұрыс деген ақшаға сондай негативті установканың туындауына әсер етеді. Одан бөлек, жаңа айтып өткеніміздей, бала тек қана ата-анасының ақшаға деген қарым-қатынасына қарап-ақ
уже өзінің денежный сценарий, қаржылық сценарийін қалыптастырады екен. Сондықтан да ешқашанда, ешқандай уақытта үйде отырып, отбасылық әңгімеде шай ішіп отқанда, немесе баланың жанында кейбір қаржылық проблемаларды шешуге болмайды екен. Особенно на повышенных тонах дауыс көтеріп, ұрыс керіс, сен неге ақшаны бердің, неге сен төлемедің, осы бізде ақша қашан болады екен, мына кедейліктен шығамыз ба, шықпаймыз ба деген сияқты осындай ақшаға қатысты өте негативті, өте эмоционалды әңгімелерді баланың қасында айтуға болмайды. Бұл әрқашанда ата-ананың, яғни ересектердің өздері отырып шешетін, яғни баланы араластырмай, үйдегі жаңағыдай эмоционалды жағдайды балаға көрсетпей шешетін проблема екен. Сондықтан да бірінші маңызды нәрсе, ата-аналар, өтініш сіздерден қаржылық проблемаларыңызды баламен бірге отырып шешудің қажеті жоқ. Яғни оны қазір негізі егер сізде отбасыда қаржылық проблема болып жатса, баламен қалай сөйлесу жайындағы мәселені соңына қарай айтам. Бірақ осы ең маңызды нәрсе, ешқашанда мынау осындай установка болып кететін нәрселерді баланың қасында айтуға болмайды. Ақша қолыңның кірі, ақша істеу үшін, ақшаң болу үшін сен күндіз түні қан мен тер төгіп жұмыс істеу керексің. Тек қана байлардың ғана балалары ертең жақсы жұмыс істеп ақша табады, бізге қайдан ондай өмір деген сияқты нәрселерді баланың басына құйып беруге болмайды. Не надо, баланың жарқын өмірден алатын шансын қазір сіз алып қойдың қажеті жоқ. Өйткені бала әрқашанда әке-шешесіне сенеді. Және оның айтқан сөздері, әке-шешесінің айтқан сөздері бала үшін заңдылық. Өмірдің заңы сондай екен деп қабылдауы мүмкін, және ешқашанда оны бір жарқын өмірге, бір жақсы болашаққа, жақсы табысқа, саяхаттауға, шетелде жұмыс істеуге деген сияқты осындай армандары болатын болса, осындай мәселелерде оның армандарына балта шабуға болмайды. Сен ауылда тұрасың, қайдағы шетел саған? Астанада өмір сүру оңай деп ойлайсың ба? Алматыда кім асырайды сені? Деген сияқты осындай балаға кері әсерін тигізетін осындай негативный ойларды айтуға болмайды екен, сөздерді айтуға болмайды. Барынша жаңа айтып өткендей, үйдің проблемалары және ақшалай проблемаларды баланың көзінше шешуге болмайды. Және мысалы кредит мәселесінде, бала сіздің заттарды, қазір мүмкін шынымен сіздің жағдайыңыз болмай кредит алуға мұқтаж болып тұрған шығарсыз, бірақ баланың көзінше сіз қалай жаңағыдай майда шүйденің өзін кредитке алып, оны көрсетіп, оны как норма ретінде балаға көрсетуге болмайды. Бұл өте үлкен қателік. Өйткені бала ойлайды да, ақшаны таппай-ақ, ақшаны жинамай-ақ, таппай-ақ осылай алып кете беруге болады екен деп ойлайды. Отбасыдағы ақшаның настроениесі балаға өте қатты әсер етеді. Мынау есейген кездегі игромания, клептомания, жаңағыдай ұрлайтын нәрсе. Игромания, тым жаңа ақшаға қатты болу, чересчур жадность, немесе ақшаны жаңағы шашып тастау, шопоголизм сияқты осындай психологиялық патологиялар көбіне балалық кезден бастау алады. Балалық кезде ақшамен қарым-қатынастың дұрыс болмауы себебінен баланың жаңағыдай осындай конфликтлер, баланың жаңағы ақша тәрбиесі бойынша ақшаны, әке-шешесінің ақшаны қалай жаратуын көргеннен бастап, өзімен өзі осындай миында қалыптасқан ойлардың нәтижесі болуы мүмкін. Сондықтан да осындай мәселеде өте қатты абай болыңыздар. Барынша негізі әрине үлкендердің өздеріне де кредит алып, өздеріне де үйренудің қажеті жоқ. Енді қатты бір мұқтаждық болмаса, ал тем более оны балаға көрсету дұрыс емес нәрсе. Енді мәселе жаңа айтып өттім, балаға ақшамен қарым-қатынасты үйрету үшін сіз біріншіден баланың қолына бәрібір сіз ақшаны беруіңіз керек. Оны бермей сіз ақшамен қарым-қатынасты жөндей алмайсыз. Көп жағдайда мынау карманный расходы дейді. Егер сіздің отбасыңызда карманный расходы деген нәрсе жаңағы балаға ақша беріп тұру, балаға ақша беріп тұру мәселесі сіздің отбасыңызда жаңағыдай жақсы қарсы алатын болса, егер осы мәселеде үйреткіңіз келсе, онда қазіргі айтылатын нәрсеге мән беріңіз.
жаңа айтып өткендей 5-6 жасқа дейін бала ақшаның маңызын білмейді. Сондықтан да 5-6 жасқа дейін оған определенный карманный расходы деп ақша берудің қажеті жоқ. 7, сол 1-ші классқа барғаннан бастап, 6-7 класстан бастап балаға карманный расходы, қазақшасын білмедім, мен карманный расход дегенде түсінетін шығарсыздар. Карманный расходқа ақша беруге болады. Жаңағы жасы кіші балаға апта сайын беруге болады, ал жасөспірім уже ересектеніп қалған балаға айына 1 рет беруге болады. Бірақ ол ақшаны берердегі бірнеше шарттар бар, және сіз сол шарттарды баламен отырып келісуіңіз керек, Ол білу керек, что аптасына ол определенный ақша алады. Например, аптасына кішкентай балаға мен саған осы апта сайын 500 теңгеден беріп тұрам деген сияқты. Оны сен қалай жаратасың, өзің білесің. Бірақ өзің білесің деген сөз, ол жаңағыдай, сіз мысалы балаға өзің білесің деп айтып алып, өзіңіз кірісіп, сен неге үйтіп алдың, неге сен жаратып тастадың, неге сен бір күнде жаратып тастадың деген сияқты жаңағыдай ұрсып қайтадан кейіп жаңағы кірісуге болмайды, Бала бәрібір қанша дегенмен өзінің алғашқы ақшамен опытын алу керек. Ең бірінші опытын ол міндетті түрде алу керек. Ол үшін сіз берген ақшаның 1-2 аптада қалай жаратуына араласуға болмайды. Тек бақылап жүресіз. Бірақ жаңаға алдында сізге айтылды ғой, балаға ақша беріп үйреткеннен бастап шарттар болу керек. Бірінші шарт, бала түсіну керек, Сіздердің отбасыларыңызда алынбайтын нәрсеге, мысалы отбасыда сізде жаңағы шылым немесе арақ өнімдері алынбайды, сондай нәрсеге ақша құртуға болмайды. Отбасыда мысалы сіздерде автоматта ойнау деген нәрсе жоқ, сондықтан да ондай нәрсеге құртуға болмайды. Біздің отбасымызда ондай нәрсе жоқ деген сияқты баламен осындай келісім шартқа түсіндіріп, неліктен, ұрсып емес, неліктен ойнауға болмайды. Бұның арты не нәрсеге апарып соғатын жайлы спокойно түсіндіріп айту керек. Сосын бала ақшамен аккуратно жаңағыдай ұқыпты болсын деген жаңағы смыслмен оған копилка немесе кошелек сразу алып берген дұрыс. Мен саған аптасына 500 теңге беріп тұрам, мынау саған кошелек, осыған салып жүресің деген сияқты да. Және бала түсіну керек, бұл ақшаны ол өзінің қалауына қарай жаратуға болатын. Обычно біріншіден ақ өз байқайсыз, көпшілік бала барады, бір күнде 500 теңгесін құрып тастайды. Оған енді баланы ұрсудың қажеті жоқ, бірақ түсіндіріп айту керек. Көрдің бе, сен бір аптада 500 теңгені, саған берген 500 теңгені сен жаратып тастадың. Енді қалған күндері не істейсің? Мен саған айттым, мынау саған бір аптаға деп. Сен осын жеткізуің керек еді. Енді келесі аптаны күтесің деген сияқты. Бұл жерде четкий сіздерде келісім шарт болу керек та. Егер ол бір күнде немесе 2 күнде тауысып тастаса, оған келесі сіздер межелеген уақытқа дейін ақша берудің қажеті жоқ. Ол түсіну керек. Ақша бітті, саған берілген сома мынау, сен осыны бір аптаға жеткізуің керек едің. Енді давай поговорим. Неге сен бір күнде бардың да бүкіл ақшаны құрып тастадың? Ол айтады, мен өзіме алдым, мен баламда мысалы болған нәрсе, мен өзіме алдым, сосын мен қасыма достарым келіп еді, олар да алғысы келді, бірақ олардың ақшасы жоқ, мен сосын оларға қимадым да, сосын мен оларға бәріне алып бердім де ақшамды құрып тастадым дейді. Былайша қарағанда ол әрекет, мынау бауырмашылық, бір достастық әрекет өте дұрыс, бірақ бұл жерде ақшаны шашып тастау деген нәрсе де бар. Көрдіңіз бе, 2 мәселе бірдей неғып тұрды. Ол ашық айтты, мен ақшамды солай жасадым деді. Достарыма жаңағыдай сұрағанын алып бердім деді. Өзінен сұрағанын алғаннан кейін достарына да алып берген. Сөйтіп жаратып тастап жүрді бірінші кездері. Барады да бір күнде жаратып тастайды, 2 күнде жаратып тастайды да, сосын бір апта ода ақша жоқ. Ну хорошо, бір апта ақша сұрамайды да жүре береді. Бірақ ол менің түсінгенім, ол өзі сөйтіп ақшаны солай жаратып жүрді. Достарға 1 әперді, 2 әперді, 3 әперді, одан кейін өзі де қойды. Ол үшін біз ұрыс керіс шығарған жоқпыз, бірақ мен оған әрине өзінің жауапкершілігін түсіндіріп айттым. Сен деген енді түсін. Екеуміз аптасына 1 рет деп келістік. Енді аптасына 1 рет ғана. Ондай нәрсе енді өзің шешесің. Қалған күндері ақшасыз жүрсең, енді это уже твое решение деген сияқты. Сондай келісім шарт жасалынды, уже бала четко понимает, так, маған аптасына мынанша ақша беріледі. Яғни мен егер понедельник, вторник оны құрып тастасам, среда, четверг мен тағы да бірдеңе алып құртқым келетін болса, онда менде ақша болмайды деген сияқты. Ода сондай опыт, сондай ой, сондай түсінік өзі отыру керек. Сіз оны ұрсып айтқанмен ол түсінбейді. Сен қазір қолына ақша беріп тұрып, сен мынанға бір күнде жаратып тастасаң, сенде ақша болмайды деген нәрсені бала түсінбейді. Жаратып көрсін. Бірақ сізде келісім шарт бар,
аптасына бір-ақ рет, ол білу керек. По понедельникам сен мысалы үшін 500 теңге аласың деген сияқты. Только понедельник күндері. Болды. Осы келісім шартты ұстану керек. Және баланың ақша құрту мәселесіне араласудың қажеті жоқ. Алып болғаннан кейін ол уже түсінбей, ақшасы жетпей отқан кезде дұрыстап отырып сөйлесу керек. Бұл өте маңызды. Яғни балаға өзінің опытын, өз тәжірибесін алуға мүмкіндік беру керек. Өйткені тек қана тәжірибемен ғана оған бір определенный ұғым, понимание, түсінік келеді. Жай ғана сөзбен, ұрсумен, ұрумен бала оны түсінбейді. Бәрібір беретін ақшаңыз, бірақ жаңағыдай алдында келісім шарт болу керек. Одан кейін тағы бір туындайтын мәселе, мысалы үйге қонақтар келген кезде көрімдік дейді, басқа дейді, баланың қолына ақша ұстатып жатады. Осы мәселеде түсіну керек, ол баланың ақшасы. Көп жағдайда ата-анасы алып қояды ақшаны. Не істейсің сен 5000 теңгені жаратып тастайсың босқа, болмайтын нәрсеге, сағызға, жвачкаға, шоколад, кәмпитке құрып тастайсың. Не істейсің? Одан маған бер, мамаң ертең саған шапка береді деген сияқты нәрсеге араласудың қажеті жоқ. Обычно қонақтарға береді, енді 2000 береді, 1000 береді, иногда 10 000 теңге беріп жатады, бірақ түсіну керек та, чтобы осындай жаңағы қонақтан келетін ақшалар егер жаңағы сомалар үлкен болатын болса, одан бөлек жаңа қазір түсіндіріп айтам. Бала мысалы үшін өзіне керек телефон, қазір телефонсыз ешқайда не істемейді. Бір жақсы көретін, бір өзіне ұнайтын кроссовка, сумка деген сияқты мәселелерге ақша жинатып балаға үйреткен дұрыс. Ол түсіну керек, что оның бәрі, алынатын заттың бәрі аспаннан түспейді. Оны ақшаға ауыстыру керек екенін түсінеді. Және өзінің еңбегін түсіну үшін, ол осы нәрсенің ақша тұратынын білу үшін, ол сол өз затына ақша жинап үйренгені дұрыс. Әрине, көп жағдайда біз жаңағыдай ұнаған нәрсесін тарткізіп алып бере саламыз. Бұл жерде келісу керек та, ұнаған нәрсесін сіздің берген ақшамен ол қанша уақытта ол ақшаны жинай алады. Мысалы, ол 100 000 теңгенің телефонын қалайды да, сіз аптасына 500 теңге беретін болсаңыз, әрине ол ақшаны ол биыл жинап бітпейді. Как бы вы этого не хотели. Сондықтан да бұл жерде бір баланы алдаудың да қажеті жоқ. Честно сөйлесу керек та, ашық түрде сөйлесу керек. Саған қазір, мысалы, сен 1-ші класста оқитын болсаң, саған 100 000 теңгенің телефонын қажет не? Сен 1-ші класста оқисың, Бірақ балалардың бәрі, конечно, хотят, но сөйлесіп, түсіндіріп айту керек. Кішкене үлкен классқа өткен кезде аласың деген сияқты да. Бұның бәрі, бұл жерде бір тонкий не бар да, граница бар. Мәселе сосын сіздің балаңыз қандай мектепте оқиды. Егер частный школда, жылына 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион тұратын частный школда оқитын бала, әрине ол жердегі балалардың әлеуметтік жағдай өте жоғары. Ол жердегі балалар бір жеке көлікпен келеді, водительмен келеді. Ол жердегі балалардың киетін киімі, ұстайтын телефондары, біз 30-дан асып алған AirPods наушниктеріміз, какой-то бір модный сағаттарымызды олар уже 2-3 класста тағады. Сондықтан да түсіну керек, бұл әр әлеуметтік жағдайдың әр өзінің несіне қарай, әр отбасының өзінің несі болады, границасы болады. Осындай жерде, егер сіз обычный средний школға баратын балаңыз болатын болса, ол маған iPhone апер деп жатса, онда түсіндіріп айту керек. Сен неге ондай iPhone? Баламен сөйлесу керек. Сен неге iPhone қалап тұрсың? Өйткені там 8-ші класстағы бәленшеде iPhone бар, мен де сондай алғым келеді, ал өзі бала 3-ші класста оқиды. Енді сен ойлашайсың өзің, ол 8-ші класста оқиды, ал сен 3-ші класста оқисың. Кішкене түсіну керек, оның да әке-шешесі үлкен бала болғаннан кейін алып берді деген сияқты баламен түсіндірме жаңағы әңгімелесіп отырып не істеу керек, неге ол оны қалады. Көп жағдайда бала өзі басқа ортада, мектептегі әлеуметтік ортада неге өзін басқалармен салыстыра бастайды. Басқаларға қарағанда өзін кем санайды. Өйткені әлде бір жағдайда баланың көңілі үйде тоқ болмайды, үйде толмайды. Махаббатқа, вниманияға баланың көңілі тоқ болмағандықтан, мен жақсы болу үшін, мені жақсы көру үшін мен де күшті киінуім керек, мен де қолымда қымбат телефон бар болу керек деген ұғым қалыптасуы мүмкін. Яғни осы мәселеде тоже абай болыңыздар. Бала егер чересчур жаңағыдай қымбат киім, қымбат телефон, сондай заттар сұрай бастаса, бірінші мәселе ол жаңағы маркетинг, реклама жертвасы болуы мүмкін. Екінші мәселе ол өзін сондай жаңағыдай басқа балаларға қарағанда өзін кем санайды, және басқа балалардың алдында болу үшін мен тек қана сондай жарқырап қымбат киінуім керек деп ойлайды. Сондықтан
сізден сондай нәрсе сұрауы мүмкін да. Ал оның бірден бір себебі, бұл психологиялық себеп, балаға сіздің махаббатыңыз, назарыңыз жетпейді. Яғни көңілі аш, баланың қарны тоқ болуы мүмкін, бірақ көңілі аш да. Сондықтан да баламен жаңағы контакт өткізетін уақытыңызды көбейтсеңіз, ол басқа балаларға өзінің керек екенін, өзінің сүйікті бала екенін сезінген бала, ол көшеден жаңағы дүниенің артынан өзіне бір признание іздемейді. Признанияны бала үйден алу керек. Сонда жаңағыдай сырттағы жылтыраған нәрсеге көп өзінің назарын аудармайды екен. Жаңа айтып өткендей, қымбат зат алуға бала өзінің үлесін қосуға болады. Бұл жерде опять-таки сіздерде келісім шарт болу керек та. Бала не түгел жинайды ақшаны, не сіз жартысын қосасыз да, ол жартысын жинайды деген сияқты да. Осындай келісім шарт. Ол енді алатын затыңызға, оған беретін ақшаңызға, соған байланысты болу керек. Қай кезде де цифрлар келіскен ақшаңыз реальный болу керек. Өтірік жаңағыдай мен саған жаңа айтқанымда, мен саған аптасында 500 теңге беріп тұрам, бірақ сен 50 мың теңге жинап қойың керексің, чтобы 100 мыңның телефонын алу керек болатындай деген сияқты мәселе не катит. Бала түсінеді, уже оңды солды түсініп қалғаннан кейін, қолына ақша ұстағаннан кейін, ол уже білет, что никогда не соберет эту сумму. И реальный нәрсені айту керек та. Және жаңағыдай қонақтар берген қомақты сумманы лучше сондай балам алам деген велосипедіне, самокатына, немесе модный кроссовкасына жинайық деп отдельно копилка жалдауға болады. Соған біз жинайық деген сияқты келісім шарт болу керек. Түсінікті ғой? Ақша берерде ол аккуратность ретінде обязательно кошелек бересіз, немесе копилка бересіз балаға, және соманы бала сосын жаңа келісім шарт жасайсыздар ғой да, ол білу керек. Жасөспірім бала айына мынанша алатынын білу керек, кішкентай бала апта сайын мынанша сома алатынын ол точно білу керек. Алдауға болмайды. Егер вдруг қандай да жағдаймен болмай қалатын болса, онда честно айту керек. Осындай жағдай, мынау срочно той болып жатыр, қонақ шақырып жатыр, кішкене жетпей қалды, сен осы айда или бұл аптада мынандай ала тұр деген сияқты честно, без ругательства, ұрыс-керіссіз сөйлесіп үйрену керек, кішкентайдан бастап. Это уже бала өзін қалай сезінеді. Мына отбасылық жағдайға, отбасылық ситуацияға өзінің де қатысты екенін сезіне бастайды. Және адекватно қарай бастайды осындай проблемаларға. Так, карманный деньги туралы айттық. Патологиялық проблемалар туралы айттық. Кошелекті айттым. Баланың сабақ оқуында жаңағындай поощрение ретінде 5 алсаң 500 теңге берем, 4 алсаң 400 теңге берем, жаңағыдай 2 алсаң 3 алсаң 200 теңге берем деген сияқты нәрсе дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ. Баланың сабақ оқуына мотивацияны ақша арқылы беруге бола ма деген сұрақ. Жасырмаймын, мен де өзім солай жасадым. Баламды мотивация беріп, мен лично өзім басымнан өткен нәрсе, ақшамен мотивация жасап, оның сабағын жөндегім келген былтырлары, алдыңғы жылдары. Шыны керек, нәтиже жоқ. Ақша мотивация болған жерде бала стресске кетеді. Стресс өйткені баланың сабаққа деген құштарлығын тек сабаққа деген қызығушылық қана оята алады, ақша емес. Ол уже сабақты емес, ақшаны қуып кетеді. И из-за этого ол өзі стресске түседі. Так, мен ақша алам деген ақшамды не істей алмай қалдым. Жаңағыдай алам деген ақшамды ала алмай қалдым. Ол уже и так өзі 3 алып жүргеніне қуанышты емес, еще тағы да жаңағы 4 пен 5-ке ақша алмай қалғаны уже двойной стресс болады. Негізі негізі осы психологтардың, детский психологтардың зерттеуі бойынша, балаларға арналған психологтардың зерттеуі бойынша, баланы сабаққа ақшамен мотивациялау не то что дұрыс емес, ешқандай реакция бермейді дегенді мен ол зерттеуді мен кейін оқыдым. Уже балаларыма өзім жеке осындай опыт жасап үйренгеннен кейін, оның ешқандай нәтиже бермейтінін түсінгеннен кейін кеш оқып қалдым. Бірақ егер сіз әлі сондай жасасам ба деп ойлап жүрген болсаңыз, сонда жасамай қойыңыз. Баланың сабағын
ақшамен байланыстырып мотивация жасау дұрыс емес. Одан да оның басқа қызығушылығын арттырыңыз, одан да ол ақшаны репетиторға беріңіз. Баланың бір сол сабаққа деген қызығушылығын оятуға көмектесетін нәрселерге сол ақшаны құртқан дұрыс. 5 алсаң мынанша ақша, 2 алсаң ақша жоқ деген сияқты осындай нәрседен көрі. Яғни сабақпен ақшаны байланыстырмаймыз, керегі жоқ нәрсе. Және тағы да бір мәселе, үй жұмысы бойынша бала бір нәрсені, үйдегі бір тірлікті жасаған үшін ақша беру дұрыс па, дұрыс емес пе? Яғни тағы да үйдің жұмысын, үйге қатысты жұмысты жасауға ақшамен баланы мотивациялауға, стимул ретінде қолдануға бола ма деген сұрақ. Бұл нәрседе құпталмайды. Мысалы, мама үйде тамақ істеген үшін сіздерден баласынан не әкесінен ақша алмайды ғой, немесе кір жуған үшін, тура сол сияқты бала түсіну керек. Отбасыдағы тірлік, яғни андасында мамаңа көмектесіп, жаңағыдай үй жинау, тамақ істеу көмектесу, балаға қарай тұру деген сияқты осындай мәселелер, бұл отбасылық жұмыс. Біздің отбасымызға бәрімізге керек іс-әрекет, общий біздің отбасымызға керек нәрсе, оған ешкім ешқашан ақша алмайды деген нәрсені түсіну керек, яғни ыдыс жуған үшін 200 теңге, ескі нан сыпырған үшін 500 теңге деген сияқты нәрсені жасаудың қажеті жоқ. Бала түсіну керек, отбасыда барлығы бір-біріне махаббат аясында, көмектесу мақсатында кез келген іс-әрекет жасалу керек екенін бала түсіну керек. Яғни ақшамен осы мәселені мотивациялауға болмайды, түсіндік қой? Яғни сабақты және үйдің тірлігін ақшамен мотивациялауға болмайды. Так, тағы сіздерге айтқым келген нәрсе, балаға ақша бойынша тәжірибе алуға көмектесу. Мысалы, біз өзімнің басынан болған жағдай, үлкен баламен біз былай келістікті, алуға болмайтын нәрселерді келістік, және ол нәрсеге ол ақша құртпайды. Ол автоматқа ақша құртпайды, действительно, өйткені баланың көбісі автоматқа ақша құртады деген сияқты. Бірақ недавно, осыдан 1-2 ай бұрын, біздің үйдің астындағы торговый домда мынандай автомат бар ғой, ішіне тиын салсаң, мынандай управлять, рычагпен управлять етіп, мынандай қысқышпен ішінен бір сыйлық алатын. Сондай автомат бар ғой. Ондай біз енді автоматтарды келісім шарт бойынша автоматтарды сөйлескен кезде, немесе жаңағыдай онлайн ставка деген сияқты нәрсе сөйлескен кезде, сол қысқышы бар автомат туралы біз ол туралы есімізге түскен жоқ. Ол да яғни білмейді. Ол барды да көрді. Так, 100 теңге салсаң, анамен бір рет барып аны көруге болады екен, жаңағыдай 15 000 теңгені наушник алуға болады екен, тағы бірдеңе, сондай нәрселер, короче. Сөйтіп, бұл берген ақшасын, копилкасында жинаған ақшасын, что-то смотрю, інісі настроениесі жоқ, маған айтпайды әрине. Інісінің настроениесі жоқ, не болды деп сұрасам, ағам менен ақша алды, берген жоқ дейді. Қай қалды? Айтпайды. Давай теперь разговаривать. Не болды? Екеуін отырып сөйлесек, түсіндіріп айтты. Жаңағыдай автоматқа барып, 100 теңгеден салып, біраз ақша құрып тастаған. Өзінің ақшасын құртқан, сосын інісінің ақшасын қарызға алып, онды құрып тастаған. Мақсаты жаңағы 15 000 теңгені наушнигін алу ішінен. Естественно, оны алмайды. Былайша қарағанда ол өзінің опытын алды. Мен оған қарсы болған жоқпын, өз опытын алды. Біз отырып сөйлестік. Көрдің бе? Сен осындай жаңағыдай оңай байып кету, тез жаңағыдай жоқ жерден бір пайда көріп қалу, быстрый выигрыш деген нәрселерге жаның құмар. Балалардың бәрі жаны құмар ондай нәрсеге. Өйткені қазір түсіндіріп айтамын неге ондай екен. Ол сондайға ақшасын құртты, еще інісінің ақшасын барып құртып жіберді. Конечно, өзінің настроениесі жоқ. Егер мен әрине неге сен құрттың деп оны ұрып, соғып төбелейтін болсам, негатив, бұл жерде екеуміздің қарым-қатынасымыз бұзылатын еді. Біз әкесі екеуміз просто отырып сөйлестік. Көрдің бе? Ақша просто так жоқ болып кетті. Енді сендер бір апта ақшасыз жүресіңдер. Яғни понедельник алған ақшасын екеуі бір күнде барып құрып тастады. Нәтиже жоқ. Ол кезде енді ол өзі түсінді, что ондай нәрселерден ешқандай пайда болмайтынын түсінді. Оңай жерде жаңағыдай пайда жаңағыдай жоқ екенін тағы да түсінді.
Сондықтан да баланың осындай өзі опыт алып, өзі тәжірибе алып, өзі шешім шығаруға жаңағы кедергі жасамау керек. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол көрсе, келесі жолы өзі білетті, уже жоламайды. Яғни басқа балаларда келіп, кеттік пе автомат ойнаймыз деген кезде, он поймет, что это не нужно. Тура сондай жағдай, мысалы, PlayStation-ға бару. Ақшасын бәрін PlayStation-ға құртып жүрді, потом он понял. Одан ешқандай пайда жоқ. PlayStation — это такая же игра, что и у него в телефоне. Оған барып ақша құртқанша, одан да мен ақшамды жинайын деген сияқты өзі шешім шығарды. Мен оны ұрысқан жоқпын. Сол сияқты ол ақшаны әртүрлі осындай бір өзінің бір развлечениесі, қыдырыстарына құртып, өзіне не керек екенін түсіну үшін ол әрине сол ақшаны жаратып көру керек, соның нәтижесін өзі шығарып көру керек. Нәтижесі үшін жауапкершілігін өзі алып үйрену керек. Сондықтан да араласпаңыздар. Бересіз, араласпайсыз, бірақ бақылайсыз, ақшаны не нәрсеге құртып жатыр. Жаңағы тәтті алу мәселесінде де біз оны сөйлесеміз. Өйткені кей кезде мына киосктардан түсініксіз китайский бір нәрсе, бір упаковкадағы бір таблетка сияқты, бір желе сияқты бірдеңелерді алып жеп сөйтіп жүреді. Яғни өндірушісі түсініксіз нәрселерді. Оны да біз түсіндіріп айттық. Алатын болсаңдар, конфеттер, нормальный конфет алыңдар, нормальный сағыз алыңдар. Супермаркеттен упаковкасы жаңағыдай жыртылмаған нормальный нәрсе алыңдар деген сияқты. Жаңағыдай бояу жоқ нормальный напиток алыңдар деген сияқты. Осындай мәселелерде біз бақылап, ата-ана ретінде біз әрине бағыт-бағдар береміз, бірақ ақшаны әрине олар өздері құртады. Осы опытты балаларыңыздан алып қоймаңыздар. Бұл опытты бала өзі көріп, өзі бастан кешіру керек. Детское мышление. В детском мышлении неге осындай оңай нәрсеге, оңай байып кету, лотерея ұтып алу, азартны ойынға түсіп ұтып алу деген сияқты мәселе. Бұл нәрсе балаға присущи, это присущи детям, яғни балаға тән нәрсе, сиқырға сену. Кез келген бала, адамда екі нәрсе болады, позитивное мышление деген нәрсе болады. Және мистическое волшебствоға, сиқырға сену, позитивті ойлау, және сиқырлы нәрсеге сену, ойлау. Осы екі түрлі нәрсе болады. Көп жағдайда үлкен адамдардың өзі осы екі нәрсені ажырата қалады. Яғни мен позитивно ойлап жатырмын ғой деп, ақшаның бәрін лотереяға құрту, онлайн ойындарға құрту, жаңағыдай осындай мәселелерде ол жаңағы детский позициядағы сиқырға сену нәрсе қалып қойды да үлкен адамдарда. Сондықтан да как бы осындай азартный ойындарға немесе жаңағыдай лотоларға тәуелді болып қалады. Ол балаларға тән нәрсе, балаға кішкентай кезден осы нәрсені дұрыстап түсіндірсеңіз, яғни оңай, не то что оңай жерде, это глупости. Лотереяда түсіндіріп айту керек, мысалы лотереяға қатысады, қанша адам қатысады? 1000 адам қатысты дейік. Әрқайсысы 100 теңгеден болғанда ол 100 000 теңге. Ал саған сыйлыққа бір 5000 теңген затын беру. Көрдің бе? Сенің ақмақтығыңды басқа біреулер қолданып, сенің ақшаңды пайда көріп жатыр. 1000 адамның тек бір адам ғана сыйлық алады деген сияқты балаға түсіндіріп, кәдімгідей ерінбей жазып, есептеп қарашы, мынаншама ақша басқа біреудің қалтасына кетіп жатыр. Сен одан да ақша жинап, кішкене шыдамдылық, табандылық білдіріп, ақша жинап, сол наушникті өзің ал деген сияқты нәрсені түсіндіріп айту керек та балаға. Сол кезде ол да түсінеді. Уже мен қанша рет автоматқа 100 теңгеден салдым, жаңағыдай қысқышқа, ол өзі түсінді де балам. Қанша өзінің жаңағы 600 теңгесін салып жіберді, інісінің 600 теңгесін салып жіберді, 1200 теңге салды, и того ничего нету. Я говорю, сен көрдің бе, уже 1200 теңгені салып жүрдің автоматқа, а наушник 15 000 теңге тұрады. Сен өстіп жинасаң, уже өзің алатын едің ғой, сен неге сөйтіп құрттың деген сияқты бала өзі сонда шешімге келеді да, яғни дұрыс түсіндіре білу керек осы мәселелерді. Егер сіз кішкентайынан бастап балаға соны түсіндіре алсаңыз, ол ертең өскен кезде осындай лотерея ойнау, жаңағыдай азартты ойындар ойнау, игроманияға түсіп кету қаупі өте төмен болады. Яғни бала созревает, он понимает, что волшебства не бывает. Сиқыр деген нәрсе жоқ, ақша еңбекпен келеді. Әрине еңбек, ол енді экологичный еңбекпен. Жұмыс істесең, әрекет істесең, ақша келеді деген нәрсені бала түсіну керек. Сондықтан да сиқырлы нәрсе деген нәрсені бала егер осы мәселені отработка жасамаса, ерте ересек болған кезде осы мәселе проблема болып кетуі мүмкін. Бала четко түсіну керек. Сен кредитке алған нәрсе, барлық адамдар кредитке алған кезде қуанып алады да, төлейтін кезде бәрі жылайды.
да, неприятно отдавать, но вы же должны понимать, сен кредит алғаннан кейін ертең оның қайтымы бар екенін сен түсіну керексің ғой. Иә, әйтеуір жылап болсын, сықтап болсын, әйтеуір бересің. Неприятно. Алған кезде ешкім ондай ситуацияда болмайды. Неге? Өйткені қанша дегенмен, иә, біліп тұрсың, ертең кредитті төлейтініңді де біліп тұрсың. Бірақ соны осознание, сезіну деген нәрсе жоқ болғандықтан, вроде білесің қайтару керек екенін. Бірақ сонда да кредитке алады адамдар, иә. Осы мәселені балаға үйретіп алмау керек. Әр нәрсенің қайтымы бар. Әр нәрсе определенных денег стоит. Кез келген нәрсенің құны бар, иә. Соны бағалай білсе, соны түсіне білсе, баланың ақшамен қарым-қатынасы, еңбек етумен қарым-қатынасы, табысты көбейту мәселесі, осы мәселелермен көбірек шұғылданады. Чем бар ақшаны қайда қарызға тықсам, не істесем дегенге қарағанда, табысымды көбейту, өзімнің қабілеттерімді өсіру, жаңағыдай жұмысымды ауыстыру, ұнайтын нәрсені көп істеу арқылы, басқа адамдардың проблемасын шешу арқылы ақша табу деген сияқты мәселелерді өзі көптеп ойлана бастайды. В целом айтайын дегенім осы. 5 минуттай уақыт қалды. Егер тақырыпқа байланысты сұрағыңыз болса, жауап беруге тырысам, бірақ уақыт өте аз. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Қыздар, айтып өтейін, 5 ақпан күні, ертең емес арғы күні, менің ақша туралы, іште бір ақша туралы, ақшаға байланысты, осы біздің ой санамызды жөндеу арқылы, мимен жұмыс істеу арқылы, ақшамен байланысты қарым-қатынасты жөндеу бойынша 3 күндік сабағым болады. 5 күні қатыссаңыздар болады. 5000 теңге деп, негізі 10.000 теңге деп айтқанбыз, бірақ 5000 теңге деп қыздар қоймай жатыр. Одан бөлек қазір мына жерде қыздар маған акция айтып жіберіңізші дейді. Егер 3 құрбы 3 құрбы 5000 теңгеден тіркелсе, сіздер 4-ші құрбыңызды сыйға тегін деп айтпайықшы, ненавижу тегін деген сөзді, сыйлық ретінде 4-ші құрбыңызды қоссаңыздар болады. 3 құрбы біріксе, 4-ші құрбысын сыйлыққа, осы курсқа қатыстыра алады. 5 күні бастады. Осы эфирден кейін пост шығарады біздің қыздар. И сол посттың астында бір-біріңізбен жиналып, топтасып, келісіп қатыссаңыздар болады. Так, сұрақтар кетіп қапты ғой уже, давайте посмотрим. Эфир хорошо, барынша сақтауға тырысамыз. Егер Инстаграм жаңағыдай лақтырып жібермесе, все нормально будет, сақтаймыз. Что читаете про финансы? Порекомендуйте книги. Про финансы я определенные книги не читаю. 14 жасар ұл балаға караоке дейді. Түсінбедім сұрақ. Караокеге баруға бола ма, или что там до конца қойсаңыздар болар еді. Қызым 3-ші сынып оқиды, қолөнер жасайды, сатып ақша табам дейді, дұрыс па дейді. Менің ойымша дұрыс. Менің өзімнің сіңлім 91-ші жылғы мектептің кезінен ақша табатын. Мамам оған ешқашан жоқ демеген. Мүмкін соның несінде шығар. Әртүрлі адамның өмірінде әртүрлі жағдай болады, кризистік жағдайлар болады, ақша болмай қалатын жағдайлар. Бірақ как-то вот так получается, что ол ақшаны ұқсата алады. Кішкентайынан бастап ол ақша табуды білетін. Қалай? Өйткені суретті жақсы салатын еді, бүкіл классқа сурет салып береді, или біреудің сабағын оқып береді деген сияқты да. Сөйтіп жүріп, 2-ші, 3-ші класстарда ақша тауып, сол ақшасына өзіне қалаған жаңағыдай әшекейлерін алып, тәттілерін алып сөйтіп жүретін. Расында, шынымен де ақшамен қарым-қатынасы оныкі жақсы, сіңілімнің. Сол сияқты, егер 3-ші класс оқитын қызыңыз өзі қолөнер жасап, одан ақша тауып, өз ақшамды өзім жаратам десе, бұл өте жақсы қабілет деп ойлаймын. Қарсыласудың қажеті жоқ, наоборот, көмектесу керек деп ойлаймын. Жаңа мектепке ауысу бойынша қыздар мен бала тәрбиесі емес, бүгін тек қана бала мен ақшаның қарым-қатынасы туралы тақырып бойынша. 2-ші сынып ұлым қымбат телефон сұрайды, внимание жетіспей ме дейді. Енді қараңызда, сіздің өзіңіздің ұстап жүрген телефоныңыз 50 мыңдікі да, балаңыз 100 мыңдікін сұраса, возможно, да, это проблема. Мүмкін ол баласына сізге еліктейтін шығар, сіздікі не телефон алғысы келетін шығар. Баламен оның ниетін, не үшін оны сұрайтын,
отырып сөйлесу керек екен. Неге сен не істеп жатсың? Екінші сыныпта қарашы, сен классында балалардың телефондары қандай? Жалпы негізі балаңызға телефон әперетін болсаңыз, сыныптағы балалардың телефондарын примерно құнын қарап, сонымен примерно сол шамалас алып берген дұрыс, иә. Чересчур қымбат алып беріп, оны класста жұлдыз қылып, немесе ең төмен жаңағы шиқылдақ телефон алып беріп, оны бір жаңағы авторитетін түсірудің қажеті жоқ. Примерно ортада, иә. Және әрине ол жерде внимание. Ол кезге дейін ақша туралы негатив көріп естіген болса ше, өмірді әрқашанда, қашанда бүгін өзгертем десең де, баламен қарым-қатынасты бүгін өзгертем десең де кеш емес, сондықтан да бүгіннен бастауға болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Игроманға қалай көмектесуге болады 25 жаста? Білмеймін. Бүгін тақырып ол туралы емес. Балам ақша ұрлай бастады, қалай түсіндірсем болады, дұрыс емес екен? Бұл жерде түсіндіру керек та, балаңыздың точно ұрлағанын сіз қолмен ұстап алдыңыз ба? Мәселе сода. Біріншіден, точно көзіңізбен көру керек. Именно сіздің балаңыз, мысалы үйде 2-3 бала болатын болса, именно осы баланың ұрлағанын сіз көзіңіз жетуіңіз керек. Лучше всего әрине ұрлап атқан жерінен ұстап алған дұрыс, және дұрыстап сөйлесу керек. Ұрлау туралы былайша қарасаңыз өте көп хикаялар бар, ертегілер бар. Бұлай енді бала тілінде түсіндірген дұрыс. Осы жерде ұрсып та айтуға болады, бірақ енді ұрсу деген сөз жаңағыдай жанына тигізіп, бірақ көбіне бала не үшін ұрлайды? Өйткені слишком много нельзя. Балаға, значит, сіз өзінің жасына, өзінің жүрген ортасына сай ақша немесе ақша бермейтін шығарсыз, может быть, да? Бірінші проблема содан болуы мүмкін. Екінші мәселе, сіздің опять-таки вниманияңыз жетпейді, хотя бы сөйтіп ұрлап, бірдеңені сындырып, бірдеңені бүлдіріп, сіздің вниманияңызды добиваться етуі мүмкін бала. Телефонға тәуелділіктен арылту қиын екен, қандай кеңес берер едіңіз? Бұл басқа күннің тақырыбы, иә? Керемет айттыңыз, рахмет. Күйеуім онлайн ойын, так. Үлкен ұлым ақшаның бетіне қарамай жұмсайды. Екінші ұлым тиыннан жинайды. Үшінші ұлым ақшаны ұстамайды, қорқады дейді. Түсінуіңіз керек, әр бала бір тұлға. Әр баланың өзінің әдеті бар, қарым-қатынасы бар. Менің үлкен балам действительно ақша қолда ұстауы қиын. Екінші балам ақшаны өте құнын біледі, жаратпауды біледі, ақша жинап өзіне қымбат ойыншықтар алады. Сондықтан да бұл жерде енді баламен тек түсіндіру, сөйлесу арқылы ғана не істеуге болады да. Бірақ соған жараса, екі баламның, мысалы үшін, хотелкалары да әртүрлі. Үлкен балам онша қымбат зат сұрамайды, ақшаны тез жаратады. Кішкентай баланың сұраныстары аспанда. Ол 50 000 теңгенің легосын ойнағысы келеді, iPhone 8 алғысы келеді. Бірақ соған жараса ол ақшаны да жинайды. Өзі легосын ақша жинайды ол. Яғни лишний раз жаңағы конфет, бір нәрсе достарымен қыдырысқа ол құртпайды. Екіншісі. Ал үлкені ол тек жаңағы достарымен қыдыру, сондай нәрсе, бірақ өзіне керек заттар алатын болса, ол қымбат зат никогда таңдамайды. Ең простой нәрсе таңдайды. Жаңағыдай футболка бірдеңе алған кезде оған не обязательно по бутикам, торговый домға барудың қажеті жоқ. Базардан барып өзі таңдап ала береді да. Әжесімен барады, бірақ өз базардан екен, мынау китайский екен деген сияқты ондай сұраныстар жоқ үлкен балам 13-те. Ал кішісі 9-да. У него уже 9-да болса да ол торговый домнан киінгісі келеді, брендовый киінгісі келеді. Соған жараса бірақ ақшасын да ұстайды. Сондықтан да осы жерде әр баланың мінезі әртүрлі, қарау керек та. Мінезіне қарай, мінезіне жараса қарым-қатынас жасаған дұрыс. Сен неге анаған мына бауыр, сен неге мынаған құсап ақша жинамайсың, сен неге үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің деп бір-бірімен салыстырып, бір-бірімен жаңағыдай мына сенікі дұрыс та, ал сенікі дұрыс емес деген сияқты осындай шешім шығарудың қажеті жоқ, балалармен ұрсып, бір-бірімен керілдесудің қажеті жоқ. Әр баланың өзінің хотелкасы бар, әр баланың өзінің түсінігі бар, Тек қана сол өздерінің қалауына қарай баланың тұлғалығын дамыту керек, Олар бір-біріне ұқсауға міндетті емес. Так, соңына түсе салайыншы, мына жерде сұрақ көбейіп кеткен сияқты, Екінші қызым ақшасын маған бере салады, ақшаға қызықпайды. Жаңа айтып өттім ғой, баланың ақшаға қызыға бастауы 6-7 жастан где-то басталады. Мүмкін мен енді қызыңыздың жасын білмеймін. Мүмкін сондай шығар, мүмкін адам әртүрлі.
араларыңызда біреуіңіз мороженое жақсы көресіз де екіншіңіз жақсы көрмейсіз. Тура сол сияқты әртүрлі балалардың ақшаға деген қарым-қатынасы әртүрлі. Әр бала, бір ата-анадан туған 3 бала болса, үшеуінікі де әртүрлі болуы мүмкін. Онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Жоқ жерден проблема іздемейміз, иә? Мына қазақтың ауыз екі сөзінде бір жақсы сөз бар ғой, иә? Тышқан көтін көріп, жара депті деген сияқты. Проблема жоқ па? Не создавайте проблему. Бір нәрсе ұрлап жатыр ма? Вот это проблема. иә жаңағыдай балаңыз, кішкентай балаңыз автоматқа, сондай нәрсеге үйірме, вот это проблема. Проблема шыққан кезде соны шешіңіздер, иә. Ал егер ақшаға қызықпады, ойбай, это проблема деп жоқ жерден бәле іздемейміз, хорошо? Значит, үлкен бала туған кезде сіз сондай болған шығарсыз. Мен негізі өзім ақша жаратуға менде проблема, иә? Мен өзім наличка ұстамауға тырысам, өйткені білем, қолымда ақша тұрмайды, көп құрып тастаймын. Ал күйеуім наоборот үнемдейді. Ол наличка ұстауға более жақсы, да. Сондықтан да маған наличка ұстауға болмайтын болғандықтан мен тек карточкада ұстаймын ақшамды. Күйеуімде другой жағдай. Яғни әркім өзінің қабілеттеріне, өзінің қасиеттеріне қарау керек. Просто екінші балам күйеуіме тартқан, бірінші балам өзіме тартқан болып тұр ғой. Күшті эфир болып жатыр, рахмет. Сабақ күшті болды, шашыңыз күшті дейді, рахмет. Балам сұранысы жоғары, біз кедейміз деп жалбайды, жылайды, қалай түсіндірем дейді. Міне осы жерде проблема в чем? Сіз балаға кедейміз деп сіз өзіңіз айтып қойғансыз басынан. Бізге кедейлерге жол қайда, кедейлерге мынандай деген сияқты, ол бірінші ол әңгімені сізден естиді. Сосын барып сізге қайталап айтады. Сұранысы жоғары, жаңа айтып өттім, баланың көңілі тоқ емес. Сондықтан да ол өзінің қатарынан, өзінің жағдайынан жоғары нәрсе сұрайды. Балаға внимание жетпейді. Сізбен әңгімелесу, сіздің түсінісуіңіз, сіздің оған көңіл бөлуіңіз жетпейді. Мүмкін сізге ренжулі де шығар. Мүмкін сіз оны басқа балалармен салыстыратын шығарсыз. Көрдіңіз ба? Ол сіздің қаржылық жағдайыңызды басқа балалардың әке-шешесінің қаржылық жағдайымен салыстырады. Неге? Өйткені сіз де оны басқа балалармен салыстырасыз. Сен ана балаға қарағанда жаман оқисың, сен анаған қарағанда тәртіпсізсің деген сияқты нәрселерді сіз балаңызға айтасыз. Бала не істейді? Сізді қайталайды да басқа балалардың әке-шешесін сізге салыстыру түрінде айтады. Ананың баласы, Әділбектің мамасы мен папасы бай, оған жақсы телефон әпереді, ал сендер кедейсіңдер, маған әпермейсіңдер деп айтады. Көрдіңіз ба? Неге? Сіз өйткені оны басқа балалармен салыстырасыз. Осы мәселеде түсіну керек. Баламен бүгіннен бастап осындай проблема бар ма? Бүгіннен бастап дұрыс қарым-қатынас, сөйлесу. Неге сен олай айтасың? Бізде әркімнің қаржылық жағдайы әртүрлі. Бұл дегеніміз сенде жақсы нәрсенің болмауы мүмкін емес деген нәрсе емес. Давай ақша жинайық, жағдайымызға қарайық. Сен сұраған телефон даже әкеңде жоқ, менде жоқ. Давай лучше мынандай сомадағы телефон қарайық екеуміз интернеттен, иә? Осыған ақша жинайық, мен де саған көмектесейін деген сияқты баламен дұрыс қарым-қатынас. Яғни осы ақша мәселесінде, кризис мәселесінде де балаға дұрыс ақпарат беру керек. Иә, біз кедейміз. Жан-жағыңа қарасайшы, көріп тұрған жоқсың ба не? Деген сияқты балаға ұрысқанмен ол бәрібір түсінбейді. Иә, ол ренжіген күйі ренжи береді. Сондықтан да ақша мәселесінде, пожалуйста, надо разговаривать честно и как взрослые. Олай болмайды ғой, бізде маңызды сұрақ қой, жауап күтіп отырмыз дейді. Қалай болмайды, түсінбедім. Так, уже уақыт болды, 1 минут уақыт қалды дейді. Ұрлауды тоқтату туралы қыздар, біріншіден сөйлесеміз. Баламен отырып сөйлесеміз. Неге сен ұрладың? Не нәрсеге ұрладың? На самом деле сіз балаға мүмкін ақша бермейтін шығарсыз. Берген дұрыс, қазіргі заманда сондай балалардың бәрінде карманные деньги есть. Давайте ребенку карманные деньги. Мүмкін сіз чересчур аз беріп жүрген шығарсыз. Мен сізге нақты айтуым үшін мен проблеманы толық білуім керек та. Қалай мен білем, егер мен сізді танымасам, балаңызды танымасам. Неге ол ақша ұрлауы мүмкін? Оны сіз тек қана сіз білесіз, және балаңыз біледі. Балаңызбен сөйлесіңіз. Неге ол ұрлайды? Ақшасы действительно жоқ па? Действительно сіз берген ақша оған жетпей ма? Мүмкін сіз оның жасына жараса ақша бермей жүрген шығарсыз. Мен білмеймін, айта алмаймын. Сондықтан да баламен сөйлесу керек. Так, уақыт болды деп жатыр. Мен балам біз баймыз дейді. Балаңыз молодец, өте позитивті екен. Ал эфирді қазір сақтауға тырысамын. Рахмет.